Күн тәртібіндегі алғашқы мәселе бойынша Ақсуат ауылдық округіндегі кәсіпкерлердің шағым арыздары талқыға түсті. Ақсуаттың бір пұшпағы саналатын Қалқандария өңірі шағын елді мекен. Онда қазіргі күндері 20 шақты шағын және орта кәсіпкерлік иелері бау-бақша егіндерін егіп, жылдағыдай шаһар халқын арзан көкөніспен қамтамасыз етуде. Олардың тірлік етулері үшін заңды түрде ауылдан 100 гектардай жер бөлінген. Алайда кәсіпкерлерді толғандырып отырған өзекті мәселелер басқа көрінеді. Кәсіпкерлердің осы жоспарын жүзеге асыруға қолбайлау болып отырған шаруашылық жүргізуде маңызды рөл атқаратын жол, электр қуаты, аяқ су мәселесі. Міне өздеріңіз көріп отырсыздар, кәсіпкерлер басына уже үйлерін тұрғызып, жаңағы құс өсіруге шағында болса фермаларын орналастырып, мына жерлерге егін егіп бастаған. Бірақ мына аяқ су мәселесіне байланысты көріп отырсыздар, бәрі қурап кеткен. Әрқайсысы өздерінің жерлерін қоршап, сондай шаруашылықтар жүргізуге бет алды. Бірақ жаңағы айтқан мәселеге байланысты әрі қарай жүрмей тұр. Негізгі кедергі болып тұрған осы шаруашылықтарға жол мәселесі. Қыстың күндері бұл жаққа жүру өте, өзімде басына барып көрдім, жүру өте қиын болады. Сонымен бірге елді мекен күл-қоқыстың орталығын айналуда екен. Қалаға жақын болғасын көлік жүргізушілер құмалуға бара жатып түрлі тұрмыстық және құрылыс қалдықтарын сонда апарып тастайтын көрінеді. Бұл шағын ауылдың шырайын бұзып тұр дейді ауыл тұрғындары. Ал аяқ су, жол, электр қуатына келетін болсақ, жергілікті бюджеттен қаражат бөлінсе, ол жағы да көп ұзамай шешіледі. Жаңа бастамаларға, жаңа осындай жобаларға қазір қаржыны жұмсау мәселесі қалай болатын деген әңгіме қозғалып жатыр. Енді сіздер тарапыңыздан мәселелер көтеріліп жатыр. Қазір қаланың аумағында да кейбір бұрыннан жаңағы шешілмей жатқан кейбір өзекті мәселелер де бар. Сол себепті де бұл мәселелер әрине шешілмейді емес, шешіледі, бірақ өзінің кезең-кезеңімен. Сондықтан да бірінші кезекте шешілетін мәселелер бірінші кезекте қойылады. Сол себепті де біздер қазір сіздердің айтқан ұсыныстарыңызды, көтерген мәселелеріңізді жазып алдық. Бұл мәселе бойынша біздер алдағы өзіміздің жоспарымызға енгізіп қарастыратын боламыз. Мұнан соң жалпы білім беретін мектептердегі білім алушылардың тамақтандыру жайы сөз болды. Бүгінде шаһарда 53 оқу орны бар болса, 2014-2015 оқу жылында оларда 45.950 бала білім алған. Жыл бойы 5063 аз қамтамасыз етілген отбасылардың балалары тегін тамақтандырылған. 21 кәсіпкер оқушыларды ыстық тамақпен қамтамасыз еткен. Мұндай игілікті іс алдағы оқу жылында жалғастырылмақ. Өткен оқу жылы тегін тамақ қамтамасыз ету қалалық бөлім қарасты 53 барлық мектептерінде 16801 балаға ұйымдастырылды. Оның ішінде аз қамтамасыз етілген отбасыларынан шыққан 5063 оқушыға және бірінші-екінші сыныптардағы 11728 оқушысына берілді. Соның ішінде ауылдық жерлерде орналасқан 14 мектептің 2042 оқушысы тегін ыстық тамақпен қамтамасыз етілді. Отырыста елбасымыздың 5 институттық реформасын жүзеге асырудың 100 нақты қадамы туралы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті өкілінің хабарламасы тыңдалды. Жиналғандар кәсіби мемлекеттік аппарат туралы өз ұсыныс пікірлерін білдіріп, көкейлерінде жүрген сұрақтарға тұшымды жауап алды. Ізмұрат Құрбанбаев, Дастан Ахметов, Айдос Аман, Идер Раисова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.